Alhamdulillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Al-fiqh an-nuqaya, muhtasar al-viqaya. Kelесі дәрісіміз. Бүгінгі дәрісімізде кітаптың авторы бізге исламдағы сәлем саудасы жайында таныстырып өтеді. Сәлем саудасы деген ақшаны алдын ала беріп, затты кейін алуды білдіреді. Бұны сәлем саудасы дейді. Қарапайым түрде айтқанда, сатушыда жоқ затқа ақшасын алдын ала беріп, сол затқа тапсырыс береді. Соны сәлем деп айтады. Сәлем саудасы. Мысалы, диқаншыға ақшасын алдын ала беріп, кейін диқаны өсіп өнгенде, қамбаға түскен кезде жаңа келісілген мөлшердегі егісін алу сияқты. Немесе қазіргі заманда бір телефон сатушысына ода жоқ телефонға тапсырыс беріп, ақшасын алдын ала төлеуді осында сәлем сауда десек болады. Әрине, мұның да өзіндік шарттары бар, талаптары бар. Негізінде сәлем саудасы шариғаттағы өзінде жоқ затты сатпау деген қағидасынан тысқары қалған сауда түрі. Негізінде шариғатта өзінде жоқ затты сатпау деген қағида бар. Пайғамбарымыз бірнеше хадисінде бұл нәрсені қатаң жаңағыдай ескертіп өткен. Десе де, сәлем саудасы бұл қағидадан тысқары қалған. Пайғамбарымыздың өзі халықтың қажеттілігін ескере отырып, көз тірісінде сәлем саудасына нестеген рұқсат берген. Сәлем саудасының рұқсат екендігіне қатысты да иджма бар. Бүкіл ғұламалар оның халал, мубах амал екендігіне, мубах сауда түрі екендігіне ешқандай ғалымдарымыз күмән келтірмеген. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде кім сәлем саудасымен құрма сатар болса дейді, мөлшері анық болсын, тараздағы салмағы анық болсын деген. Яғни көлемі анық болсын, және тараздағы салмағы анық болсын деген. Осылайша пайғамбарымызда сәлем саудасының негізгі шарттарын айтып өткен. Яғни сәлем саудаға тапсырыс берілген зат анық, сипаты анық, мөлшері қанша болу керек, сипаты қандай болу керек, салмағы қандай болу керек, соның бәрін анық, ашық айтып, солай келісілген болу керек сәлем саудасында. Енді сәлем саудасы исламда мубах амал, бұның рұқсат амал екендігінде иджма бар. Және сәлем саудасындағы негізгі талаптардың бірі ақшасы алдын ала берілу керек. Ақшасын алдын ала берілмесе, бұл жерде сәлем саудасы жүзеге аспайды. Ақшасын алдын ала береді, кейін тауар келісілген уақытта табысталады. Енді осында қысқаша кіріспеден кейін кітапқа үңілейік. Кітап авторы не дейді екен, соған құлақ түрелік. Фаслун фис сәлем. Сәлем саудасы тарауы. Ясиху сәлему фима ю'ламу қодруху ва васфуху. Сәлем саудасы ясиху дұрыс болып саналады, жарамды болып саналады. Не нәрседе? Фима ю'ламу қодруху ва васфуху. Сипаты мен мөлшері белгілі затта. Ал сипаты мен мөлшері белгісіз болса, ол жерде сауда сәлем саудасы дұрыс болып саналмайды. Заттың түр сипаты, оның көлемі, қандай көлемі, мөлшері анық, нақты, ашық білдірілген болу керек. Өйткені бұлай болмаған жағдайда бұның аты неге алып келуі мүмкін? Ұрыс керіске алып келуі мүмкін, түсініспеушіліктерге алып келуі мүмкін. Ясиху сәлему фима ю'ламу қодруху ва васфуху деді. Сәлем саудасы сипаты мен мөлшері белгілі заттарда дұрыс болып саналады деді. Жарамды болып саналады деді. Мысалы айтқанда, кәл-макили уәл маузуни мусамманан. Мысалы, көлеммен өлшенетін заттар, мәкил деген, яғни бір ыдысқа салынып тартылатын заттарды мәкил дейді. Кайли заттар деп айтсақ болады бұларды. Мысалы, бидай, тары, топырақ, цемент деген сияқты. Бұлардың барлығы кайли заттар болып саналады. Мысалы, қанша қапшық бидай керек, қанша тонна топырақ керек, соның бәрі нақты айтылу керек. Уәл маузуни, сондай-ақ мусамманан төлемі нақтыланған, яғни тауар ретінде қарастырылған, маузуни салмақпен өлшенетін заттар. Маузун деген бұлар өзі жеке тартыла беретін заттарды сол уәзни деп атайды. Егер қарапайым түрде анықтама беретін болсақ. Мысалы, темір, мақта, тағы да басқа сол сияқты заттар, соны уәзни деп атайды. Алтын, күміс, бұлардың бәрі уәзни заттар. Бірақ мүтәммәнән деп айтып отыр.
төлемі нақтыланған, яғни басқаша айтқан кезде тауар ретінде қарастырылған. Мүсәммәнән, мына жердегі мүсәммәнән деген сөздің тікелей мағынасы төлемі нақтыланған, бағасы белгіленген деген ұғымда. Былайша айтқанда құны беріліп алынатын зат деген сөз. Яғни бұл жерде айтпағы ақша саналмайды деп отыр. Яғни сәлем саудасында ақша саналмайды деп отыр. Тауар ретінде қарастырылған уәзни заттар болу керек деп отыр. Өйткені уәзни деген кезде бұл жерде күміс пен алтындар да сол категорияға кіріп кетуі мүмкін. Ал енді күміс пен алтындар бұлар сәлем саудасы арқылы сатылмайды. Сол себептен бұларды, күміс пен алтындарды мынау уәзни заттардан, бұл уәзни сөзінен тысқары қалдыру үшін арнайы мүсәммәнән деп айтып отыр. Яғни былайша айтқанда ақша саналмайтын, тауар ретінде есептелінетін уәзни заттар деп отыр ғалым. Уәл мазруи, сондай-ақ метрлеп өлшенетін заттар, мысалы кәссауби мата, мубаййинан тулаху ва арбаху, қалыңдығы, еңі, ұзындығы белгілі мата. Ва руқатаху, руқа деген бұл жерде матаның қалыңдығы мен жұқалығы деген сөз. Бұны бір сөзбен матаның қалыңдығы деп айтылады бізде. Матаның қалыңдығы, ва арбаху, еңі, ұзындығы мубаййинан белгілі болған, белгіленген. Сондай мата. Сондай-ақ уәл мa'дуди мутақарибан, бір-біріне жақын, бір сорттары бар, даналап сатылатын тауарларда осы сәлем саудасына жарам деген. Бірақ даналап сатылатын заттар болғанда мутақарибан деп атап өтті, сынары табылатын заттарда жаңағыдай сәлем саудасы есептелінеді. Ал енді сынар табылмайтын жеке дара, бірақ даналап сатылатын заттар болатын болса, олар сәлем саудасына жарамсыз. Өйткені мына мутақарибан деді, сынары табылатын заттар, ол кезде мысалы сәлем саудасында оның өзі болмайтын болса, екіншісін алып беруге болады. Ол жерде ешқандай дау-дамай тумайды. Сол себептен мына жерде мутақариб деп айтып отыр. Бір-бірінен айнымайтын, сынары бар, даналап сатылатын заттар деген сөз. Әрбірі жеке бағаланатын, даналап сатылатын заттар болуы мүмкін, олар сәлем саудасына жарамайды. Қауын мысалы, дарбыз, сол сияқты заттар, бұлар сәлем саудасына жарамсыз. Өйткені бір-біріне қауындар құсамайды, мысалы, дарбыздар бір-біріне құсамайды. Ал енді жұмыртқа болса, бұлар бір-біріне құсай береді. Бұлар жұмыртқада сәлем саудасы жарамды болып саналады. Себебі жұмыртқаның бір түйірі жарылып қалса, екінші түйірін бере аласыз. Екеуі бір-бірінен айнымайды деген сөз. Сол себептен мутақарибан сөзін мына жерде арнайы айтып өтті. Фаяссиху фиссамаки, сондай-ақ әл-малихи, сондай-ақ сәлем саудасы дұрыс болып саналады, жарамды болып саналады. Фиссамаки әл-малихи, тұздалған балықта. Тұздалған балықты сәлем саудасы арқылы сатуға болады екен. Ла фил хайвани ва атрафихи ва джулудихи, бірақ хайуан малдарда сәлем саудасы дұрыс болмайды. Ла фил хайвани, яғни бір малды сәлем саудасы арқылы сата алмайды екенбіз. Өйткені малдарда жаңа айтып өткенімдей, әр мал жеке қарастырылады, бір-біріне ұқсамайды. Әйтеуір айырмашылық болады бір малдан. Оның үстіне пайғамбарымызда өзінің бір хадисінде малды сәлем әдісімен сатудан тыйған делінеді. Дәрөқутниде келтірілген хадисте. Өйткені малдар бір-бірінен әртүрлі, әрбірі бірегей қайталанбайтын болып есептелінеді. Мысалы, тапсырыс беруші бір сиырды сипаттап берсе, дәл сондай сиыр бір жарты жылдан кейін дәл сондай бір сиырды әкелу мүмкін емес, мысалы. Әкелу қиынға соғады. Кейін оны арты ұрысқа алып келу мүмкін, керіске алып келу мүмкін. Сол себепті хайуанда сәлем саудасы ля ясиху деп отыр, дұрыс болып есептелмейді деп отыр. Яғни жарамсыз болып саналады деп отыр. Ва атрафихи деді, ля фи атрафихи. Және оның, яғни жануардың, малдың атрафихи мүшелері де сәлем саудасы арқылы сатылмайды. Мүшелері болғанда бас сирақтары. Басы, төрт аяғы, бұлар сәлем саудасымен сатуға болмайды, ал етін сәлем саудасы арқылы сатуға болады деген кейбір ғұламалардың тұжырымдамалар бар. Уаджулудихи, сондай-ақ уаджулудихи терілерінде, малдың терілерінде сәлем саудасы арқылы сатуға болмайды, сәлем саудасы жүрмейді. Уал жауахири, асыл тастарда да сондай,
сәлем саудасы бұл асыл тастарда да дұрыс болып саналмайды. Өйткені асыл тастардың барлығы өз алдына бірегей, өз алдына қайталанбайтын құнды дүниелер. Сәлем саудасы оларға жүрмейді. ولا بصاع ولا ذراع معينين لم يدرى قدره. Сондай-ақ мөлшері белгісіз, ләм юдра қодруху, мөлшері белгісіз, ولا بصاع, ыдыспен өлшенетін заттарда, саъ деген бұл жерде белгілі бір ауырлық өлшемі. Саъ деген бір саъда 3 килограммдай бар. Сол бір саъ түріндегі ыдыспен сатылады сондай. Бір ыдыспен өлшенетін заттарда ولا ذراع, және арнайы мөлшері белгісіз бір өлшегішпен өлшенетін заттарда, арнайы сондай ыдыспен өлшенетін заттарда және арнайы өлшегішпен өлшенетін заттарда, бірақ ләм юдра қодруху, оның несі, мөлшері белгісіз сондай ыдыспен сатуда сәлем саудасы жарамсыз болып саналады. Өйткені нақты мөлшері әрі көлемі белгісіз. Ол ыдыс белгілі болғанымен, мысалы бір шелек бидай дейтін болса, ол бір шелек бидайдың көлемі белгісіз болса, ол кезде сәлем саудасы жүрмейді. Бір шелек ол бір шелек, белгілі бір шелек мысалы. Алайда оның қанша килограмм екен, қанша ол шелектен қанша килограмм болатындығы белгісіз. Сол себептен де сәлем саудасы оған жарамсыз болып саналады. Өйткені кейіннен мысалы мөлшері ойдағыдай болмай шығуы мүмкін, аз болуы мүмкін, артып кеткен болуы мүмкін. Бұл ұрысқа, түсініспеушілікке алып келеді. Демек, сәлем саудасында маңыздысы арта ұрыс жанжалға алып келмейтіндей, бәрі ашық, анық, сипаттары нақты, мөлшерлері нақты айтылған болып көрсетілген болу керек екен. Шуруту сәлем, сәлем саудасының шарттары. Сәлем саудасының да өзіндік шарттары бар. Оны иншалла келесі дәрісте оқимыз. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.